Сәлем баршаңызға. Асхана әлемі сіздермен бірге ең керемет, дәмді сүзбе қимақтары рецептісімен бөліспекші. Шұңғылды ыдысымызға сүзбені саламыз. Сүзбенің кез келгені бара береді. Дүкендікі болсын, қолдікі болсын, немесе майлы, майсыз, ешқандай маңыздылығы жоқ. Бірақ міндетті түрде құрғақ болу керек. Секер қосамыз, жұмыртқаның саруызын, тұз және ұн бәрін бір келгетіп араластырып аламыз. Тақтайымызға керегінше ұн себеміз және видеодағыдай пішінін келтіріп аламыз. Міне, сүзбе қимақтары дайын болды. Енді қуыратын боламыз. Жай отқа ыдысымызға сармай саламыз. Сармай жоқ болса шемішке май құюға болады. Бірақ көп мөлшерде құймаңыздар. Сүзбе қимақтан бір жағын қуырып болған соң, екінші жағына аударамыз да қаппағын жауып қоямыз. Бірақ әлсін-әлсін қарап отырыңыздар. Қызарған соң, астын өшіріп, сүзбе қимақтарын тарелкаға салып аламыз. Сүзбе қимақтарын өзін беруге болады, немесе джеммен, вареньемен, қоюландырылған сүтпен, кез келген вариантпен де дәмді болады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Асхана әлемі каналына тіркелуді ұмытпаңыздар достар.